Мебель жасауға келдім. Есіктерді салуға деп шақырған. Мебельді көріп отырмын. Енді мән беретін нәрсе өте маңызды. Мынандай ауыр мебельді пластик аяққа отырғызып кеткен. Міне, көрдіңіздер ме? Енді бұл өте қауіпті. Мынау түбінде тұрғаны, қазір мен бір көрсетейін. Мынау уже сынып тұр. Ана жерінде жоқ. Жалпы бұл қалай? Мынау негізінде 4 қана шуруппен тұр. Енді бұл салмағы ауыр ғой. Зат салады, киім салады, төсек орын, басқа да басқа, оның өзінде салмағы ауыр емес. Алдындағы аяғы сынатын болса, бұл бері қарай құлап кетеді. Бұл салмағы жеңіл емес. Дәл осы үйде 2 кішкентай бала бар. Бұл өте қауіпті жағдай. Бұл енді білмегендіктен болып тұр. Үйдің егесі мүмкін өзі дизайн жасаған, болмаса біліксіз маманға жасатқан. Жұмыс аяқталмаған. Жалпы бұл ақшада тұрған нәрсе емес, бұл қауіпті. Осыны енді ескерген дұрыс. Өз бетімен мебельді жасаймын дейтін болса, бірінші кезекте қауіпсіздікке мән беру керек. Аяғы өте маңызды. Міне, бұндай жағдайлар болады. Мынау былай құласа, бұның тірейтіндей еш жері жоқ. Міне, мынадан келіп былай түседі. Енді бұл қауіпті. Бұл қалаған уақытында сынып кетеді. Мынаны салмағы ауырлаған кезде бұл былай кішкене есікті ашады, жабады. Кішкене іріккен кезде бұл енді сондай қаупі бар. Жаңағы артында көрсеткендегідей. Сол себептен осындай нәрсе ескерген дұрыс. Мынау аяқтар қай жерде тұрады? Асханада бойы осындай кішкене. Болмаса жуынатын бөлмеде кішкене ғана столдар болады, соларға. Не себептен бұларды қояды? Өйткені бұлардың деңгейлері көтеріледі, кішкене түседі. Жақсы не береді, өзгеріс береді бұлар. Үлкен сол себептен осыны қояды. Бұл жерде бұндай өзгерістер қажет емес. Сол себептен темір, болмаса ағаш түрін қою керек. Еденіңіз қисық болса, дәл осының алюминий түрі бар. Соны қоясыз. Міне енді мына жердегі көрініспен көрсетейін. Көрдіңіз ба? Мына жоғарыдан келген кезде салмақтың бәрін осы көтеріп тұр. Мынаудай негізінде ұстайды. Бастысы қауіпсіздікті мынау қамтамасыз етеді. Мына бетте де дәл сондай. Қауіпсіздік қамтамасыз ететін осы. Біреу бар, ортасында екінші белдігі бар, үшіншісі. Енді міне асхана болатын болса, асхананың жиегінде де ең басты қауіпсіздікті осы қамтамасыз ететін жанындағы белдік. Енді қалған осының бетін ашсаңыз, ішінде тұрады. Бұны кішкене көтеруге болады, түсіруге болады. Ол сынғанның өзінде де мұны ұстап қалады. Міне осындайлар. Осыған жақсылап мән беру керек. Егер үйлеріңізде жаңағы жағдай болатын болса, онда осы мебельді жөндеп жүрген мамандарды шақырып, мұны жақсы қауіпсіз қылып жасап алғандарыңыз дұрыс. Бәріне сәттілік.